Барлықтарыңызға қайырлы күн болсын. Бүгінгі видеом осылай басталуда. Салат жапырақтары алдыларыңызда. Мына жерде бұрын еккен, 2 ай бұрын еккен, одан да көп болуы мүмкін. Баялдылар шығып жатыр мына. Одан кейін қиярлар. Мына шетінен бастап қойған себебім, өйткені мына жерде егілген заттар бар. Содан кейін арасына қиярларды былай қосамын, қиярлармен. Мынау басқа рядтардан, грядкалардан қалған қиярларды осылай осы жерге жалғастырып еккен болатын, сондықтан әртүрлі болып тұрған. Қиярды әртүрлі уақытта салған несімен жақсы, өйткені кейін осылар жеміс беріп, жаңағы өз қызметін жасап болғаннан кейін келесілер өсіп жатады. Бұның арасында тағы қазір өсіп жатқандар бар. Осы мыналар мен мыналардың арасында тағы өсіп жатқандар бар. Сондықтан жаңағы қиярсыз қалмаймыз деген сөз ғой жобамен енді. Сондай мақсатпен өстіп бірден барлық жерді қиярға толтырып қою қажет емес деп ойлаймын. Сондықтан солай арасына 10 күн салып жаңадан егіп сөйтіп жатам. Сөйтіп қоям міне. Мына жерде де мысалы мына стакандарда жаңадан қиярлар егіп қойдым. Әлі шыққан жоқ, бір 2 күн болды ғой деймін. Сол. Енді ары қарай қиярларды жалғастырсақ, мына жапырақтар ептеп осылай болып салбырап тұр, өйткені күн ыстық, 35 градусты көрсетіп тұр, ыстық. Қиярлар осылай өсіп жатыр. Енді өткенде айтқан болатын, біраз күнде қияр жейміз деп, кішкентай қиярлар бар деп. Бірақ әлі қиярлар үлкен болған жоқ. Мына өйткені мына қиярлар, әні қиярлар. Өйткені бір жағынан мына бойында өсіріп жатыр, тамырында үлкейтіп жатыр. Сондықтан барлық күші сол өз бойларына бәріне кетіп жатыр. Қиярларын жұлып алып тастаған жоқпын, сондықтан жай өсіп жатыр. Міне, жаңа айттым ғой, қиярлардың жаңа қалғанын жаққа ектім деп. Осындай міне, осы пияздарға дейін тіреп, біраз мына жағын жалғастырғаннан кейін, сол жалпы шыққан қиярдан қалып қойғанымды мына жаққа қарай жалғастыра салдым. Одан кейінгі қиярлар міне, кішірек тағы, жаңағы үлкеннен кейінгілер міне қиярлар. Қияр туралы видеом осы. Қазір бұйырып жатса тағы видеолар түсіруге тырысамын.